Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсізбе мұғалім, сәлеметсізбе жан досым. Міне менің қолым бос, жылуына жылу қос. Балалар, қазір үй тапсырмасын қайталап алайық. Бір қадам алға әдісімен, иә? Бірінші қадамның сұрағы жұлдызды қала деген не? Қай қала? Айша? Бұл Байқоңыр қаласы себебі сол қалада барлық ғарышкерлер Байқоңыр қаласынан бірінші рет ғарышқа шыққан. Бағалаймыз. Дұрыс, е? Бір қадам алға жасадық, е? Аэростат деген не? Айнұр? Аэростат деген ол әуе шары. Дұрыс па? Иә. Бағалаймыз. Өте жақсы. Ал енді келесі сұрақ балалар, дирижабль деген не? Дирижабль бұл басқарылатын аэростат, бірақ онымен ұшу қауіпті. Балалар, қалай ойлайсыңдар, неліктен адамдар бірінші ғарышқа жануарларды ұшырды? Еркебұлан? Өйткені ғарышта қауіптенді болды. Сол үшін олар бірінші жануарларды ұшырды, кейіннен де өзгері де ұшты. Жақсы, тағы. Алдияр? Мысалы, біз жануарларды көрсек, онда жануарлар тірі қалса, біз ол жаққа біз де барсақ, біздің де тірі қалуымыз мүмкін деді. Сол үшін бірінші олар жануарларды жіберді. Мысалы, адамдар ұшқан кезде адамдар ойлаған қауіпті ма, әлде жоқ па? Сондықтан емші олар жануарларды жіберген. Ғалымдар не үшін ғарышқа итті ұшырды? Сол туралы білу үшін бейнебаянға назар аударайық. Ғарышты бағындыру жолында адамзат баласы ең алдымен хайуанаттарды сынады. 1960 жылдың 19 тамызында Белка және Стрелка есімді иттер ғарышқа ұшу арқылы әуеге жол ашқан еді. Не үшін ғарышқа тек иттер ұшырылды? Өйткені олар адам тілін жақсы түсінеді, айтқан бұйрықтарды бұлжытпай орындайды. Ал физиологтар иттерді басқа тіршілік иелерімен салыстырғанда ыстық пен суыққа әлдеқайда төзімді екенін айтады. Мамандар ғарышқа аттанатын үміткерлерді жиғанда күтімі жақсы иттерді таңдамаған. Керісінше қараусыз жүргендерін бірінші болып сынақтан өткізген. Қараусыз көше кезген иттер сынақтардан сүрінбей өтіп, тіпті адам ағзасы шыдас бермейтін жаттығуларды орындап, оң нәтиже көрсетті. Сол таңда иттердің сыртқы келбетіне де баса назар аударатын болған. Өйткені жерге оралысымен оларды жұлдызды сәт күтіп тұрған еді. Алғашында иттерді бірден ғарыш кеңістігіне аттандырмай, стратосфера қабатына ұшырған. Бірақ 29 сынақтың 8-і сәтсіз аяқталды. Яғни 18 бірдей иттің өмірі кеңістікте қиылды. Ал алғашқы ғарышкер ит Лайка 1957 жылдың 3 қарашасында сапарға аттанып қайта оралмады. Өйткені ол кезде кеменің жерге қонатын қондырғысы мүлде ойлап табылмаған болатын. Соған қарамастан 1960 жылдың басында құпия түрде құжат тағайындалып ғарышқа адамды ұшыру көзделді. Алайда бұл жоспар жүзеге аспаған соң екінші мәрте иттерді сынап көрді. Олар әлемге танымал Белка мен Стрелка болатын. Сәтін салғанда Восток ғарыш кемесі жерге аман оралды. Иттер дедін аман. Жерге оралысымен Белка мен Стрелка мектептер мен балабақшалар, жоғарғы оқу орындары мен конференциялардың басты қонағы болып отыратын. Стрелка болса 2 мәрте өмірге дені сау күшіктер әкелді. Сүйкімді күшіктерге қол жеткізу кім-кімнің де арманы болды. Ал сол таңдағы КСРО министрлер кеңесінің төрағасы болған Никита Хрущев 1961 жылдың тамыз айында бір күшікті арнайы алдыртып, ақш-тың президенті Джон Кеннедиге сыйға тартады. 1961 жылдың 12 сәуірінде Юрий Гагарин алғашқы болып ғарышқа аттанады. Жерге аман-есен оралған ғарышкер әр отырса, әлі күнге өзімнің кім екенімді білмеймін. Алғашқы ғарышқа ұшқан адаммын ба, әлде соңғы итпін бе деп айтып жүретін болған. Әлемнің тұңғыш ғарышкері Юрий Гагариннің мұндай қағытпа әзілі ит адамның досы деген қағиданы растайтындай. Бірінші нұсқаның балалары баяндап берушілер, сендер тапсырманың мазмұнын айтып бересіңдер, иә, түсіндіріп. Екінші топ зерттеушілер әңгіме кейіпкерлеріне мінездеме жазамыз. Үшінші топ бізде сұрақ құрастырушылар осы әңгіме бойынша жуан жіңішке ашық жабық сұрақтар құрастырасыңдар.
Төртінші топ бейнелеуші суретшілер дайындап келген суреттерді құрастырып, біріктіріп, қорғауға дайындаламыз. Және бесінші топ дәнекершілер. Осы әңгіме біздің өмірмен байланысты ма екен, қандай байланысы бар екен, сол туралы айтамыз. Және алтыншы топ дереккөздермен жұмыс дайындап келген болатынсыздар, иә? Соны біріктіріп жұмысымызды топпен дайындала аламыз. Уақыт 8 минут. Ал балалар бірінші топтың баяндап берушілерді мазмұнын тыңдайық, иә? Ғарыш айлақ жұрт жүріп жатқан жолда өте алыс, онда мамандар, инженерлер мен техниктар жүреді. Ал мына жақта ғарыш кемелері жасалып, көк аспанға қарай самғайды. Ар жақта бір сары ит те келе жатты. Оны мен қолыма алып, сипап, жерге қойып, үстіне сипап тұрып еді, ол менің қолымды жалап алды. Атын сұрасам, атын қойылмапты. Оған мен ат табуға кеттім. Сұрадым. Звездочка деген атты жолдастарының бәрі қолдады. Бірер минут өткен соң ғарышқа звездочка ұшайын деді. Юрий Гагариннің мінездеме: сезімтал, жанашыр, адал дос, батыл, Мейірімді, жан-жануарларды жақсы көреді, қамқор. Ғарышқа қандай мамандар қажет? Юрий звездочканы не үшін уайымдады? Жантемірек сұрақ. Звездочка ғарышқа ұшуға дайындағанда Юрий қандай сезімде болды? Өте жақсы сұрақ. Звездочканың салмағы қандай? Аман қайтып кел звездочка деген мәтіннің бірінші бөлімі. Мұнда Юрий звездочка атын қойып қоштасып отыр. Бұл мәтіннің екінші бөлімі зымыран ғарышқа ұшуы. Бұл үшінші бөлім. Мұнда звездочка ғарыштан аман есен келіп жетті. Оны Юрий көңілді қарсы алып алды. Дәнекершілер, бұл мәтіннің өмірмен қандай байланысы бар екен? Бұл әңгіме өмірмен тығыз байланысты. Бұл оқиға өмірден алынған, бұл тарихи оқиға. Бұл әңгіме бізді батыл, мейірімді болуға үйретті. Ғарышқа ұшқан жануарлар. Лайка. Бірінші ғарышқа ұшқан жануар. Ол 1957 жылы 3 қарашада ұшты. Оның салмағы 6-7 килограмм. Ол спутник 2-де ұшты. Белка және стрелка. 1960 жылы 19 тамызда ғарышқа ұшты. Ол бірінші жерге тірі қайтып келген жануар. Звездочка. Ол соңғы ұшқан жануар. 1961 жылы 25 наурызда ұшты. Юрий Гагарин 1934 жылы 9 наурызда туды. 1968 жылы 27 наурызда 34 жасында қайтыс болды. 1961 жылы 12 сәуірде байқоңыр ғарыш айлағынан ғарышқа ұшқан. Ол жерді айналып, ұшып 1 сағат 48 минуттан кейін жерге қайтып оралды. Қазір көптеген оқу орындары, қалалардағы көше алаңдары Юрий Гагарин есімімен аталды. Оның туған жері Кулышкин ауылы.
әскери атағы полковник. 1968 жылы әскери әуе инженер академиясын бітірді. Отбасылы болған әйелі және 2 қызы бар. Звездочка аспанда ғайып болды. Балалар алдарында қалыптастырушы бағалаудың тапсырмасы бүгінгі оқыған мәтіннің оқиға сюжеттерін ретімен жазып шығамыз. Балалар, бүгінгі сабаққа кері байланыс айтайық. Бүгін мен ғарыш туралы көп білдім. Маған тапсырмаларды орындауы өте қызық болды. Маған бүгін жұптық жұмыс қызықты болды. Жақсы, Алижан. Бүгін мен мынау сабақта жануарлар ғарышқа ұшатынын білдім. Ұшпен орындауға қызықты болды. Алмас. Бүгін мен ғарышқа ұшқан иттер және жануарлар туралы көп ақпарат білдім. Бүгін мен сабақта ғарышкерлер туралы білдім. Бүгін мен ғарышқа кім бірінші ұшқанын білдім. Қандай иттер бірінші ұшқанын білдім. Маған жұптық жұмыс қызықтырақ болды. Маған топтық жұмыстар қызық болды. Бүгін мен ғарыш жануарлар туралы көп білдім.